Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін мақ қосылған мини булочкалар дайындаймыз. Өте кішкентай әрі дәмді жасап көріңіздер. Менің отбасыма қатты ұнады. Достар, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше рецепті бастаймыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған осылай кішкене ерітілген сары майымызға ыстық қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Мінекей, дәл осылай ыстық суда ерітіп алатын боламыз. Ең алдымен оның үстіне және де ыстық суымызды құйып бір келкі ерітіп алғаннан кейін салқындау сүтімізді құямыз. Сонда бізде жылылау масса дайын болады. Оның үстіне бір шай қасық тұзымды салып алдым, және де менде қажетінше қант салып алдым. Шамамен 100 граммдай қант мұнда қыздар. Мінекей, аз болса тағы да салып жіберіңіздер. Тәттіні ұнатсаңыздар, көптеу сала беріңіздер. Оның үстіне аздап қана шамамен бір шай қасық дрожжымды салып алдым. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып алатын боламын. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Мінекей, барлығында осылай өткізіп алғаннан кейін ұнды қажетінше қолдандым. Барлығын осылай араластырып, қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақтау қамыр илеп алыңыздар. Мінекей достар, мен жұмсақтау қамыр илеп алдым. Енді осы қамырымызды пакетпен бетін жауып, ашуын күтетін боламыз. Мінекей достар, қамырымыз өте жұмсақ әрі керемет болып ашып шықты. Енді осы қамырларымызды бетіне салмасын дайындаймыз. Мұнда менде шамамен 50 граммдай сұйық май және де біраз қасық мак және де 50 граммдай қант салдым. Барлығын жақсылап араластырып, арасына салмасын дайындап алатын боламыз. Осы массамызды жақсылап араластырып, бір келкі етіп, енді кезекте қамырларымызды бөліктерге бөліп алып, жұқалап жайып аламыз. Достар, осылай жұқалап жайып алғаннан кейін үстіне салмасын салып алыңыздар, жаңағы дайындаған. Осылай бір келкі етіп бетіне жағып шығыңыздар. Мінекей, енді рулет секілді етіп орап шығыңыздар. Менде дәл осы жерде видеоға кескенім түспей қалыпты, бірақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Қараңыздар, осылай бір келкі етіп дайындап алғаннан кейін осылай томалақ күйінде кесіп алыңыздар. Бетіне мен айран жақтым, жұмыртқа жақсаңыздар да болады. Айранмен де бізде жылтырайтын болады беті. Осылай барлығын жағып 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алдым. Мінекей қыздар, өте дәмді болып шықты. Менің отбасыма, балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Әрі печенье сияқты өзгеше дәмі бар қыздар. Айтып жеткізе алмаймын. Жасап көріңіздер менің рецептіммен. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, менің YouTube арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда менен керемет рецепт күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Мөлдірдің асханасы.